Баршаңызға қайырлы күн. Көптен күткен Рамазан айы да келіп жетті. Бұл Алланың мейірімі төгіліп, сауаптар еселеніп жазылатын шапағаты мол ай. Рамазан айының қадір түнінде қасиетті Құран кәрім жерге түсірілді. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Кімде-кім қадір түні иманмен және сауабын үміт етіп құлшылық етсе, оның алдыңғы күнәлары кешіріледі деді. Бұл түнде жаратқанға шынайы жалбарынған пенделердің тілектері қабыл етіліп, тағдыры жазылып, ризық несібесі бекітіледі. Ұстаған оразаңыздың денсаулығыңызға да ұшан теңіз пайдасы бар екенін білесіз бе? Ғалымдардың зерттеуінше, ораза ұстау жас адамдарды былай қойғанда қарт адамдардың да иммундық жүйесін қалпына келтіреді. Ораза ұстаған кезде жасушаға ақ қан клеткалары шыға бастайды, ал ақ қан клеткаларының негізгі қызметі инфекциямен күресу. Оразаның алғашқы күндерінде бас ауырып, жүрек айну, аштық сезімі де күшеюі мүмкін. Бұған бола уайымдамаңыз, себебі бұл кезде ағзада тазалану процесі жүріп жатады. Бұл кезде қандағы қант мөлшері төмендеп, кейбір адамдардың беті майланады, себебі ағзадағы ашыған майлар осылайша сыртқа шығарылады. Ас қорыту жүйесі демалып, барлық күш ағзаны шлактардан тазартуға жұмсалады. Әсіресе асқазан ішек жолдарында жылдар бойы жиналған ішек қабырғаларына жабысқан улы заттардан тазарады. Осының нәтижесінде өзіңізді сергек сезініп, қуатыңыз таси бастайды, жүйкеңіз тынышталып, есте сақтау қабілетіңіз де артады. Мәскеу психиатрия институты ашығудың көмегімен ақылдан адасушылық ауруын, яғни Альцгеймерді емдеуге болатындығын анықтаған. Тіпті ораза ұстаған әйелдердің бала көтеру қабілеті артып, ер адамдардың бел күші бұрынғыдан да күшейетіндігі дәлелденген. Оразада әлсіз ауру клеткалар жойылып, жаңа клеткалар пайда бола бастайды. Ағза бүкіл улы заттардан тазарады. Ораза ұстау арқылы сіз өзіңізге және де артық салмақтан арылуға мүмкіндік ала аласыз. Майлы және қуырылған тағамдардың асқазанда қорытылуы ұзақ, сіңуі баяу жүргендіктен, мұндай тағамдардан барынша бас тартыңыз. Оның орнына жеміс-жидектер мен көкөністерді пайдаланыңыз. Сүт өнімдері мен жеңіл тағамдарды пайдаланыңыз. Мәселен, сәресіде 2 стақан сүт немесе айран ішсеңіз, шөлдің алдын алып, қарныңызды да аштырмайды. Ауызашарда дұрыс тамақтанбай, қарныңыз ашып тұрғанын алға тартып, апыл-ғұпыл тамақ жеу, тамақты шайнамай жұту, ағзаға тою гормонын бөліп үлгермей жатып, бұдан қарныңыз тоймағандай болып, метаболизмді бұзылады. Қайта осы кезде өзіңізге артық салмақта қосып алуыңыз мүмкін. Сондықтан дұрыс тамақтанып, асықпай желінген, мөлшерден аспаған пайдалы тағамдар салмақ тастап, деніңізге саулық әкелетіні сөзсіз. Бірақ ораза ұстаудағы біздің басты мақсатымыз, үмітіміз Алланың мейіріміне бөленіп, біліп-білмей істеген қателіктеріміздің кешірілуі. Құрметті көрермен, ұстаған оразаларыңыз қабыл болып, оразадан оразаға аман-есен жете берейік. Жер бетінде тыныштық орнап, еліміз көркейе берсін. Көріскенше күн жақсы.